Қайырлы күн қыздар. Өткен видеоларда мен сіздерге иыққа дейін тоқисыздар дегенмін. Мінекей жаңа қолтықтан әрі қарай иыққа дейін өздеріңіз тоқып аласыздар дегенмін. Енді иыққа дейінгі размерлерді өткендегі мінекей сызба бойынша сіздер білесіздер. Скриншот жасап алған болсаңыздар, мінекей қолтықтан иыққа дейінгі ширина, яғни обхват 22, 25, 28 сантиметр болу керек. Яғни баланың айлығына қарай есептеледі. 3 айлыққа дейін 22, 6 айға дейін 6 мен 9 айдың аралығы 25, 12 айға дейін 28, яғни 18 айға дейін 28 деген мінекей мына екеуі. Осы негізі стандарт размерлер бойынша, бірақ енді балаларыңыздың өздерінің үлкен кішілігіне қарай бұл жерде де өздеріңіз размерді сантиметрді үлкейтіп кішірейтіп отырсаңыздар болады. Яғни бұл жерде ширина ғой, енді оны екіге бөлеміз да біз қанша сантиметр шыққанын анықтаймыз. Яғни мына жерде, осы жерде 3 айлыққа дейін тоқыған болсаңыздар, 0 мен 3 айлық аралығында онда 11-12 сантиметр болу керек. 6 айға дейінгі аралықта болса 25 ширина, яғни 12,5-13 сантиметр болу керек. 9 айға дейін 14-14,5 сантиметр болу керек. Яғни мінекей осы сантиметр бойынша бірақ бір жарты 1 сантиметр өздеріңіз қосып отырсаңыздар болады. Сол кезде баланың үстінде бос тұрады. Негізі мейлінше бос тұрған жақсы, тоқылған бұйым. Енді қараңыздар, мен өзімнің размерім бойынша мінекей тоқып алдым керекті сантиметрді. Әрі қарай жауып мен негізі иығын екінші қолды тоқыдым. Негізгі бұл видео толық комбинезон тоқылып біткен болатын. Мен қайтадан капюшонды және бір қолын сөгуіме тура келді. Өйткені видеолар өшіп кеткеннен кейін телефон ауыстырып мен қайтадан түсіруім керек болды. Бір қолды қалдырып қойдым, екінші қолмен көрсетемін. Енді біз басында мінекей қолтықтан әрі қарай өзіміз екіге бөліп, спинкада қанша, планкада қанша болатын барлығын алдымен артында есептеп бөліп алғанбыз. Енді әрі қарай иықты шығаруымыз керек. Яғни капюшонға, мойынға бөлек жіп қалдырып, иықты бөлек қалдыруымыз керек болатын. Мына жағын қараңыздар, менде уже міне иық жабылып, мойындікі қалып тұр. Енді екінші жағынан көрсетемін. Менде алдында 35 жіп қалған болатын. Осы 35 жіптің петляның мен мына 15 петлясын, яғни иыққа қалдырып, осы 15 петляны жабатын боламын. Сіздер әркім өзінің тоқуына қарай, мысалға қанша тоқыдыңыздар, соған қарай, мысалға қанша жіп қалды, сонымен есептейсіздер. Мысалға менде 35 болса, сіздерде 45 петля қалған болса, онда мына жақта 15 петля емес, 20 петля қалдырасыздар. Егер 45 болатын болса, онда мына жағында 25 болады. Егер де алдыңызда 40 петля болатын болса, онда иыққа бір 17-18 петля қалдырып, қалғанын мойынға қарай жіберсеңіздер болады. Яғни 68-70% осы жағында қалады ғой, енді есептеп алыңыздар. Олай қиын болатын болса, просто екіге бөлесіздер да, екіге бөлінгеннен кейін мына жаққа бір 2-3 петляны қалдырасыздар иыққа қарай. Сол кезде мойын жағы планка болып жабылады ғой, мінекей мына жерде түймемен. Сол планка болып жабылған кезінде екі жақ бір-біріне сай келу керек. Сол үшін мойынға, яғни планкаға сәл қалдырып, иықты азайтамыз. Енді әрі қарай не істейміз, мен соны көрсетемін. Мінекей артқа спинка жабылып тұр. 15 петлясы. Енді алдыңғы планканың 15 петлясын жабамын. Ол үшін әрі қарай тоқуды жалғастырамыз. Бірден былай істесеңіздер болады. Екі петляны бірден оң тоқып жіберсеңіздер болады. Келесін бірінші басталған кезде екі петляны оң тоқып жібересіздер. Келесте бір петля. Келесте мысалы бір петляны тоқып, негізі дұрыс көрсетпедім, ладно. Бір петляны тоқып, тоқыдыңыздар ғой, жаңағы тоқылған екі петляны үстінен, яғни сол жақтағы спицамен
бірінші тоқылған петляны ілеміз да, мына екінші петляны соның ортасынан өткіземіз. Ортасынан іліп аласыздар. Тағы да келесі петляны тоқисыз және бірінші тұрған петляны екінші петлядан өткізіп, яғни арасынан шығарып аласыз. Сол кезде міне жабылады. Тоқимыз. Тоқығаннан кейін артында тұрған петляны сол жақтағы спицамен қыстырып іліп аласыздар да, мына оң жақта спицада қалған петляны просто ортасынан шығарасыздар. Бос тоқи беріңіздер, себебі мынау созылу керек, созылып тұру керек, андай бүгіліп қалмау керек. Спицаны оң тоқып аламыз петляны, сол жақтағы спицамен іліп, ортасынан өткіземіз. Осылайша соңына дейін жабамыз. 15 петлямыз біздің осылайша жабылады. Тоқимыз. Екінші петляны іліп алып, ортасынан өткіземіз. Петляны оң тоқимыз. Яғни қараңыздар, оң жақ спицада сізде 2 петля тұр. Осы 2 петляның артындағы петляны, яғни екінші петля мінекей, спицамен іліп аламыз. Және оң спицада қалған петляны сол ілген петляны ортасына өткізесіз. Осылайша біздің 15 петлямыз жабылды. Яғни мынаны енді былайынан тартып ортасынан шығарасаңыз да болады. 15 петля жабылды, яғни біздің иық, осы иықты енді артыңғы спинкадағы жабылған 15 петлямен екеуін қосып тігеміз. Осылайынан тігеміз, сол кезде біздің иығымыз пайда болады. Қыздар, иықты теріс қаратып аламыз. Тігу үшін, егер ине болса, мына жіптен өткізіп аласыздар да, мына жерді иықты қосып екі жағын тіге бересіздер. Егер де ине жоқ болса, менде инемді жоғалтып алдым. Ондай болса, крючокпен жібі өзі қалған артық жібі болса, сол жіппен тоқимыз, қалмаған болса, жіпті жалғап алып тоқимыз. Крючокты өткізіп аламыз да, әр жағынан іліп алып отыра береміз. Каждый петляның өзінің орны бар ғой. Сол петляның орындарынан келесі петляға өткізіп, екеуінен бетіп өткізіп ала береміз, сәйкес тұрған екі жағын. Осылайша тігіледі. Осылай иықты да конца тігесіздер. Оң қаратқан кезінде өзі иық. Иығын тігіп атымыз біз. Мына жерге дейін өздеріңіз тігесіздер. Тігіп болғаннан кейін әрі қарай біз капюшон тігуді, тоқуды бастаймыз. Қыздар, иығы жабылды. Екі иығы жабылды. Енді біз әрі қарай капюшон тоқуды бастаймыз. Менен 9 айлыққа дейін тоқып жатырмын ғой. Егер де новорожденныйға тоқып жатқан болсаңыздар капюшонды, онда мойынды тоқыған кезінде бірден капюшонды бастап кетесіздер мына жерде. Егер 3 айдан жоғары қарай тоқып жатқан қыздар менімен бірге айналдырып 4-5 қатар, 6 қатар тоқимыз, яғни кішкене мойынға мына жерді созамыз. Кішкене үлкею керек, яғни мойын болу керек. Егер де кішкентай новорожденный жаңадан туған сәбилерге тоқсақ, онда бірден капюшонды бастаймыз. Ол капюшонды қалай бастайтынды көрсетемін алдағы видеода. Қазір енді өзіміз айналдырып
5-6 қатар тоқимыз. Новорожденныйға тоқып жатқандар тоқымаймыз. Қазір капюшон тоқитын кезде бірден қосыламыз. Ал одан жоғары қарай тоқып жатқан қыздар қазір өздеріңіздің қалауларыңызша 5-6 қатар, даже 10 қатарға дейін де болады. Енді ол размерге қарай, егер 1 жастан жоғары қарай тоқитын болсаңыз 10 қатарға дейін тоқисыз. Айналдырып круг, айналдырып емес, керісінше жаңағы туда и обратно дейді ғой, қазір көрсетем солайынан 6 қатар тоқып шығамыз. 1 жасқа дейін 4 қатар, 6 қатар, 1 жастан кейін 8-10 қатар тоқимыз. Және тағы ескере кететін жайт қыздар, мінекей барлық мысалға планка, мінекей мына жерде камерам дұрыс көрсетпей тұр. Мінекей қыздар, барлық мінекей мына планкаде оң тоқып аяқталған, мінекей спинкада оң тоқып аяқталған, мінекей. И екінші планкаде сондай оң тоқылып аяқталған. Осылай болу керек. Ал егерде бір планкалеріңіз оңмен, спинка теріспен аяқталып қалса, онда узор сай келмей қалады. Соғанда қараңыздар. Міндетті түрде барлығы бірдей келу керек. Енді әрі қарай круг тоқимыз. Ол қалай? Круг емес, кешіріңіздер. Туда и обратно 6 қатар тоқимыз. Тоқуды бұлай әрі қарай жалғастырып кете бересіздер ғой. Біз қазір мінекей бірінші қатарын бастадық. Планканы тоқып жатырмыз, мінекей алдын. Одан кейін мына жерден спинкаға қосып тоқып жібереміз. Спинканы тоқып болғаннан кейін мінекей тағы мына алдын қосып тоқып жібереміз. Сонда барлығы бір спицада тоқылады. Мойын. Осылай қыздар қатардың соңына дейін тоқып алыңыздар. Жалғайтын көрсетіп жіберейін қыздар. Мінекей бірінші планканы тоқыдық қой. Тоқып бітіріп қалдық та міне соңғы. Одан кейін мінекей спинкаға ауысатын жерде мынандай ашық қалуы мүмкін. Оған мән бермеңіздер. Кейін тік жібереміз. Әрі қарай тоқуды жалғастырып кете бересіздер. Егер мынандай жіп қалған болса тартып қоясыз. Әрі қарай тоқуды жалғастырасыз. Спинканы қосып жатырмыз біз. Солай тоқып кете бересіз. Мінекей сол кезде жалғанады. Мына тесік тұрған жерді кейін тігіп жібереміз. Мына жіптер қалады ғой, осы жіптермен тігіп жібереміз әрі қарай. Мына жерде де солай істейсіздер. Ешнәрсе істемей, мына 2 петляны бірден қосып тоқып кете бересіздер, кейін тігеміз ашық тұрған жерін. Осылай қыздар, енді соңына дейін тоқып болғаннан кейін келесі қатарды тоқисыздар. Тек оң тоқи бересіздер ғой. Қыздар, туда и обратно. Оң сол тоқимыз. 6 қатар. Оң жақ бет, сол жақ бетті де оң тоқимыз барлығында. Оң тоқу дегеніміз енді комбинезонның аяғына кеп қалдық қой, біліп қалған шығарсыздар оң тоқудың не екенін. Оң дегеніміз мінекей алып жұмыстың арғы жағынан тоқу еді. Мінекей осылайынан оң тоқи бересіздер. Оң теріс бетте де тек оң тоқып, осылай 6 қатар тоқисыздар. Сол 6 қатарды тоқып болғаннан кейін жолғамыз. Қыздар, мінекей изнаночный қатарды тоқып бітірдім. Соңғыны теріс тоқимыз. Енді әрі қарай екінші қатарды тоқимыз. Яғни спинканың екінші жаңағы ортасындағы маркерге петляны қалай қосатынын көрсетемін. Планканың петлялары өзі тоқылады. Оң тоқимыз планканың петляларын. Бұл жолы мана айтып кеткендей, бірінші маркерде петля қоспаймыз. Екі жақтағы петляда маркерде өткізіп аламыз да, әрі қарай тоқуды жалғастырып кете береміз.
ортасындағы маркерге бір петля жетпей тоқтаймыз. Әлі бар екен. Мінекей, ортасындағы петля болса, міне бір петля жетпей тоқтадық. Осы петляның астынан бір петля қосып, мінекей қосымша іліп алып бір петля қостық. Жаңағы петляның өзін тоқимыз. Маркер тұрған петляның өзін тоқимыз. Және маркерден кейінгі петляның астынан бір петля қосамыз. Қостық. Әрі қарай петляның өзін тоқимыз. Мінекей қыздар, екінші қатарды осылай қатардың соңына дейін тоқып кете бересіздер. Петляда қоспаймыз, ортасынан қостық екеу. Яғни мана айтқандай, бірінші тоққан кезінде екі петляның қасынан қосамыз, өтіп кетеміз. Мінекей екінші теріс қатар, изнаночный қатарды тоқимыз. Үшінші қатар мінекей қайтадан тоқып келеміз да, ортасындағы маркерден екі жағынан қосамыз, мына екі жақтағы неден қосылмайды. Осылай чередовать етіп, каждый раз тоқи береміз. Яғни мінекей оң жақ бетте чередовать етіп маркерлердің қасынан екі петлядан қосып отырамыз. Изнаночный қатарда барлығын тек оң тоқып отырамыз. Осылайша қыздар, әрқайсымыз өзіміздің жаңағы керекті сантиметрді тоқып аламыз. Әрі қарай көрсетпей ақ қояйын, себебі тура осылай тоқи бересіздер. Петля қосамыз, изнаночный қатарда еш нәрсе қоспай тоқимыз. Тура осылай әркім өзінің сантиметрін, яғни 21, 23, 25, 27 сантиметр, сол аралықтағы капюшонды тоқимыз. Біздің капюшонымыз қазір былай қарай өзі ұзарады, үлкейеді, тура осылайынан бүйтіп ұзара береді. Петля қосылғаннан кейін өлшеп отырсаңыздар болады. Баланың, мысалы, обхват головы дейді ғой, сол сізде 48 сантиметр болатын болса, онда сіздікі мынау өлшеген кезінде бір жаңа баланың басы ішінде бос, яғни свободный тұру үшін 48 болса, обхват головы сіз 58-56 сантиметр тоқсаңыз болады. Сол кезде баланың басы бос тұрады, капюшон бос тұрады. Қалпақ киген кезінде ішінен жақсы әдемі көрініп тұрады. Енді әрі қарай жалғастырамыз. Ол өлшеуді қанша сантиметр болғанын барлығын аяқ жағына қарай киген кезде көреміз. Әрі қарай әркім өзі тоқиды. Сұрақтарыңыз болса, WhatsApp-қа, болмаса комментарий жазып, осы видеоның астынан қалдырасыздар. Болмаса WhatsApp номерім бар, сол WhatsApp номерге жазыңыздар, мен жауап беремін.